Шыңғыс ағай. Шыңғыс ағай, бұнда университет репозиторий жасап жатыр да, короче, база данных бүкіл керекті информациялар, там наука болады, әрбір мұғалім туралы информациялары, стажировка, бүкіл нелерді бәрі бір база данных сияқты лақтырып жатыр да, университетте болады, и дальнейший сізден сұрамайды да, бәрі осы жерден алады ше. И соны толтыру керек. И сол сізде қазір не керек та? Репозиторий неге толтыру керек? Наука бойынша. Мына сайтқа бірінші кіресіз. Осындай сайт болады. Мұнда менікі былай нетіп тұр. Сайтқа кіресіз. Менікі анда кіріп тұр ғой. Осылай болып кіреді. И дальнейшем мұнда сіз логин пароль жазасыз. Логин пароль ол тоже мұнда тұр міне. Жекен фағайтыкімен тұр. Сонымен создать еткен. Парольді енгізесіз и кіресіз репозиторий. Потом осындай бір инструкция бар репозиторий. Соны толтыруды мұнда көрсетіп тұр. Системаға кіресіз. Дальше системаға кіргеннен соң пароль логин қойып, потом если нелер болмай жатса, там өзі жазылып тұр да, мұнда админ панель болып нету керек. Мұнда админ панель сияқты таңдау керек. И дальнейшем мұнда осы нелерге лақтыру керек. Мысалы, научный задание СУ ма, международный публикация ма, или кокосон ба, сондай сияқты таңдау керек. Оның алдында список работ деген тұрады. Мұнда инструкцияда, в принципе, бәрі жақсы түсіндірілген. Мысалы, таңдаған алдында. Список работ ол бар ма, жоқ па, бірінші мұна поиск список работ деген басасыз, и поискта мұнда здесь бар ма екен, жоқ па екен. Ол жұмыс. Дальше, если болмаса, соответственно, сіз өзіңіз добавить ете аласыз да. Болмаса, соответственно, добавить етеміз, ол мына созданиеда добавить етесіз, ол список работта. Если сол список работта, соответственно, автор жоқ болса, керекті автор, мұнда ол кезде мұнда добавить деп автор добавлять етелесіз, и, соответственно, изданияны да добавить ете аласыз. И мен білмеймін да, қандай изданиялар бар, қалай еті. Мұна бәрін көруге болады, если ол жоқ болса, добавить етуге болады. Ол бүкіл изданиялар бәрі мұна жерде көрсетіп тұрады ғой. И мысалы сізде там кокосон деген сияқты болса, айтуға ұмытып кеттім, соңғы 5 жылда толтыру керек. Категориясын таңдайсыз, мұнда исследование, область исследования таңдау керек, публикация, статья, письмо қандай болуы мүмкін, соны таңдалады. Название, аннотация, мұнда практический значение, импорт-фактор, мыналардың бәрін толтыру керек ше, осы жерде. И сөйтіп добавить ету керек. И мен соларды білмеймін да мұнда. Біраз импакт-фактор деген, количество цитирования дегендер, дата издания деген сияқтылар бәрін, исын деген сияқты заттарды мен, в принципе, вообще без понятия да, до публикации. Вот осыны толтыру керек қой, қысқаша айтқанда. Сол инструкциясы мұнда нелер бәрі жіберіп тұр. Қысқа өзі жаңа мен айтқан заттардың бәрі болады. И осыны толтыру керек. Все, сізге сұрақ болып жатса, маған любой момент хабарласаңыз болады.